Сиқырлы кемпір-қосақ көпірі. Қоян Томпақ әдемі орманда өмір сүретін. Ол шөптің үстінде секіріп достарымен ойнағанды қатты жақсы көретін. Бірақ соңғы күндері орманда толассыз жаңбыр жауып тұрды. Томпақ далаға шыға алмай қатты зеріккен еді. Қашан жауын басылар екен деп ол терезе алдында тұрып сұр бұлттарға мұңая қарады. Кенет бұлттардың арасынан жеті түсті жарық жерге төгіліп, аспанда кемпір-қосақ көпірі пайда болды. Ол сиқырлы жол секілді көз тартарлық еді. Ой, бұл не ғажап, деп таңғалған Томпақ көздерін үлкен етіп ашты. Осы кезде кішкентай көк торғай терезе алдына ұшып келіп, қуанышты дауыспен айтты: Томпақ, тез кел. Бұл аңызға айналған кемпір-қосақ көпірі. Ол бізді керемет жерге апара алады. Томпақтың қызығушылығы оянды. Ол көк торғайдың артынан жүгіріп көпірдің басталар жеріне жетті. Алғаш қадам басқанда көпірдің жұмсақ екенін байқады. Бұлт секілді үлпілдеп тұр. Біз қайда бара жатырмыз? Деп сұрады Томпақ. Көк торғай күлімдеп: жүре бер, саған бұл жер қатты ұнайды. Томпақ көк торғаймен бірге көпірдің бойымен жүре берді. Бір кезде олар алтын қақпасы бар ғажайып бұлтқа тап болды. Томпақ есікті ақырын итеріп еді, алдына ғажайып әлем ашылды. Алтын түсті ағаштар, ән айтатын гүлдер, кемпір-қосақ түсті өзен, ал аспанда қызғылт бұлттар қалқып тұр. Ой, бұл жер қандай керемет, деп Томпақ айналасына таңырқай қарады. Осы кезде көгілдір киімді кішкентай перизат жүгіріп келіп, жылы жымиып: кемпір-қосақ патшалығына қош келдіңдер. Сендер біздің 100-ші қонақсыңдар. Біз сендер үшін үлкен мереке ұйымдастырамыз. Көп ұзамай ормандағы барлық жануарлар кемпір-қосақ патшалығына шақырылды. Бәрі бірге билеп ән айтып таңғажайып тағамдар жеді. Мұнда жарық шашатын жемістер, адамды ұшыратын мақта, кәмпиттер және басқа да сиқырлы тәттілер болды. Күн батып, Томпақ бұл жерден қимай қоштасты. Ол қайтадан кемпір-қосақ көпіріне көтеріліп үйіне қайтты. Ертеңгі күні оянғанда Томпақ терезеден қарады. Жаңбыр тоқтап, аспанда жарқыраған кемпір-қосақ тұр еді. Томпақ күлімдеп: мүмкін бір күні мен кемпір-қосақ патшалығына тағы барармын.